Şu mәрте қолға елші келеді. Сонда пайғамбар, мынаның аты Сухайл, жолы жеңіл. Сухайл деген сәхіл, жеңілдік деген сөз. Бұл адаммен келісімшартқа келе аламыз дейді. Сонда ол адам келіп, әлгіндегідей кері қайтыңдар деп тұрғанда пайғамбар оны келісімге шақырады. Сонда ол келісімге келетінін, бірақ үлкен шарттарының барын айтады. Сонда айтқан шарты мынау: "Я Мұхаммед" дейді, "Сен биыл Қағбаға кірмейсің. Осы тұрған жеріне кері қайтасың." Бұл бірінші талабымыз сенен. Бұл орындалу керек бірінші кезекте. Екінші кезекте, егер мына Меккеде жатқан, Мәдинаға көше алмай қалған мұсылмандар ебін тауып, егер Мәдинаға кетіп қалса, сендер оны бізге қайтарып әкеліп бересіңдер. Егер мәдиналық бір адам сендерден сытылып келіп бізге келсе, біз сендерге оны қайтармаймыз. Үшінші шарт: биыл қажылыққа келмейсің.